Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Балалар, бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Тамаша! Жарайсыңдар балалар. Ендеше осындай жақсы көңіл күймен бірге сіздермен бірге бүгін алоэ өсімдігі жайлы білетін боламыз. Балалар, алоэ өсімдігі өте емдік қасиеті мол, пайдалы, күтім жайлы өсімдік екен, балалар. Балалар, осы алоэ өсімдігінің құрамында көптеген пайдалы заттар бар екен. Балалар, алоэның пайдасы ол теріні емдейді екен, жараларымызды жазады, асқазан жұмыстарын реттейді, иммунитетімізді көтереді екен, балалар. Ал ендеше балалар, бүгін біз алоэ өсімдігімен, алоэ өсімдігінен не алынатын жөнінде тәжірибе жасап үйренетін боламыз. Балалар, тәжірибе жасаймыз ба балалар, сіздермен бірге? Ал ендеше іске кірісік. Бүгін біз алоэдан не алынатын жөнінде білетін боламыз, Муслима, айта қойшы, алоэдан не алынады? Танаға маска жағын. Өйткені ол маска жасайтын, жарайсың. Асылым, сен айта қойшы, алоэдан не жасауға болады? Қолға маска жасауға болады. Ал Омар, айта қойшы, алоэдан не жасауға болады екен? Шырын жасауға болады. Жарайсың. Адина, айта қойшы, алоэдан не жасауға болады екен? Жасқанаған маска жасауға болады. Жарайсың. Балалар, біздің алдымызда әрқайсымыздың өздеріміздің алоэдан не жасауға болатын жөнінде заттарымыз тұр екен. Әрқайсымыз енді сол заттарымызды пайдалана отырып маска жасаймыз. Біз қазір міне менің алдымда тұрған алоэ өсімдігінің гүлінің жапырағы, осыларды біз қазір кесіп аламыз. Алоэ өсімдігі гүлінің жапырағы ішінде осы пышақпен қазір қырып аламыз. Сол кезде осының ішінде арнайы өзінің алоэ сөлі болады екен. Осы сөлін пайдалана отырып қазір біз маска жасап үйренеміз, балалар. Омарымыздың алоэдан шырыны дайын болды. Балалар, алоэ шырыны ол оны ішкен кезде біздің асқазан жұмыстарымызды реттейді, иммунитетімізді көтереді. Адинамыздың шашқа арналған маскасы. Бұл масканы біздің шашқа жаққан кезде біздің шашымыз жылтырап, түсуін азайтатын болады. Ал енді біздің Асылымның қолға арналған маскасын, яғни бұны қолға жаққаннан кейін біздің қолымыз ылғалдандырып тұрады екен. Ал енді біздің Муслимамыздың бетке арналған маскасы, яғни бұл масканы бетімізге 15 минутқа жағып болғаннан кейін, жылы сумен шайып болғаннан кейін, бетіміз нәрленіп, жылтырап түседі, бетіміздегі безеуді азаятын болады. Жасаған тәжірибе ұнады ма? Бүгін жақсы қатыстыңдар, балалар. Ендеше бүгін біз сендермен бірге қоштасатын сәтте келді. Келесі кездескенше Сау болыңыздар. Сау болыңдар, балақайлар.